бірден мына 10-ға дейін кәдімгі натуральный краскалар. Бұл кәдімгі адамның шашы қандай болатын болса, сол түске бояйтын бір тондық краска дейді. 1-0, 3-0, 4-0. Міне осы 4-0-ге дейінгі краскалар темный краскалар болып есептеледі. Ең қою қара краскаға жатады. Ал 5-тен бастап 10-ға дейін бұлар жоғарылайды. Бұлар жаңағы бір тонға жоғарылай береді. Және басқа краска тезірек алуға болатын краскалар. Мысалы, 1-ден 4-ке дейінгі краскаларды, мысалы, 3%-тік оксигентпен боялатын болса, 5-тен мынау 7-ге дейінгі краскаларды 6%-пенен боялады. Ал 8, 9, 10 деген краскаларды 9%-пен де 6%-пен де бояй беруге болады. Ал енді келесі қатарда мынау 2-0 бар краскалар. Бұлар 5-0-0, 6-0-0, 7-0-0, 8-0-0, 9-0-0. Бұлар ақ шашты бояуға арналған краскалар. Ақ шаштары ағарып кеткен клиенттердің шашын мына краскалар алмайды кейде. Шашын бояған едім, жақсы ұстамады деп айтып жатады. Негізінде мына 2-0 бар краскалар ақ шашқа арналған краскалар. Бұларда өзінде ақ шашты бояуды алу үшін қосатын химиялық қоспа бар. Ал мынау 7-ден бастап мынау 10-ға дейінгі краскалар 7 таяқша артында міне 7-1, 7-1 деген 7-ші краска, мысалы темно-русый болатын болса, русый деген краска болатын болса, артында 1 деген жазуы болса, бұл 1 дегеніміз пепельный краска. Міне мына жерде жазылып тұрады төбесінде пепельный деп. Егер 2-1 жазылған болса, мысалы бір ғана 1 жазылатын болса, пепельный болады. Ал егер 2-1 болатын болса, пепельныйді 2 еселенген, яғни көп деген мағынада болады. Бұлар мысалы 7-1, 8-1, 9-1, 10-1 бұларда мысалы краскада пепельный красканың қоспасы бар деген сөз. Ал енді келесі 9, 18, 18. 8 дегеніміз жемчужный түс. Бұл түс мына жерде жемчужный түс береді. Мысалы, 10-ға жемчужный бояу қосылған. Мына жерде 9, 18 деген. Бұл жерде 1 дегеніміз пепель, ал 8 дегеніміз жемчуг. Яғни жемчужный пепельне қосылған краска. Яғни, міне осылай білеміз. Ал келесіде 9, 13, 10, 13. Бұл жерде 1 дегеніміз, міне мысалы 9-дың артында 13 деген 2 сан тұр. Бірінші сан пепель, 3 дегеніміз золотистый. 3 дегеніміз алтын түсті, сары алтын түсті деген мағынада. Ал 10, 13, бұда да 10 дегеніміз натуральный блонд болатын болса, краска болатын болса, 13 дегеніміз пепельный золотистый болып боялатын краска. Ал енді мына жерде 16 дейді. 16 дегеніміз 1 дегеніміз пепель, 6 дегеніміз фиолетовый. Яғни мына красканың арасында фиолетовый қосылған деген сөз. Мына да 9-16, бұда да 9 жаңағы светло-русый болатын болса, ал 16 дегеніміз 1 пепель, 6 фиолетовый қосылған. 9-16 деген краска.
Енді мына жерде 3 деген, мысалы, красканың артында 3 деген сандары бар болатын болса, онда ол краскаға золото қосылған, сары свет қосылған, сары түс. Яғни міне 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3. Бұлардың барлығында золото, алтын түсті бояу қосылған. Шаш боялған кезде, мысалы, 5 шатен болатын болса, светлый шатен болатын болса 5, ал 3 қосылған болса артында жазуы, яғни бұл азғантай болса да золотистый свет қосылған. Күнге шыққанда бұл сарғыш болып жылтырайды, яғни 6 3-те сондай, 7 3-те сондай. Одан кейін 3-і бар краскаларда, мысалы, шашы ағарған болса, осы краскалармен бояса, жаңа ақшашын алады. Себебі золото қосылған жерде ақшашты бояу алады. Келесі 36 дейді. 36 дегеніміз золотисто-фиолетовый. Бұл жерде 3 дегеніміз золото деп айттық, 6 дегеніміз фиолетовый деп айттық. Яғни бұл жерде 10, 36, 9, 36, 8, 36 бұлардың барлығында алтын түсі және фиолетовый түсті бояулар бар. Бұлар күнге жылтырағанда, светке, жарыққа жылтырағанда білінеді, арасында алтын түсті менен және фиолетовый бар деген сөз. Ал келесіде 34. Бұл жерде золотисто-медный дейді. Ал 43 болса медно-золотистый. Бұл жерде 4 медный свет көп болады да, 3 золотистый аздау болады. Бірінші тұрған краска көп болады да, екінші сәл аздау болады. Міне осылай 6-43, 7-34, 8-34, 9-34, 10-34. Бұларда золотисто-медный қоспа қосылған, краска қосылған. Ал енді келесінде медный түсті дейді. Және медно-интенсивный дейді. Бұл жерде 2-4 болады. Яғни 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-44 дейді. Бұл жерде медно-интенсивный және медный деген түстер бар. Яғни қызғыштау бұлар. Қызғыштау болып келеді. Ал енді мына жерде 1-11 деген түс тұр. Бұл 1-11 деген түсіміз мына жерде жазылып тұр. Синий-черный деген краска. Синий-черный деген краска, яғни қара краскада синий түс бар. Яғни темный көк түс бар. Бұл кейбіреулер жаңағы қатты қара қылып, синий-черный краска бар ма деп сұрап, соған боятады. Сол үшін арналған. Красно-медный дейді. Міне осыған қарап отырып түстерін, клиенттердің мына түске бояп берші десе, осылай осы түске бояймыз. Мына 5-тен 6-дан бастап бұларды 8-ге дейін 6% оксидантпен бояймыз. Бұларды. Ал мына жоғарыдағы оксиданттарды, краскаларды 9%-пенен бояймыз. 10, 11, 12 деген краскалар болады басқа фирмаларда мысалы. Оларды 9%-пен бояймыз. Міне осылай краскалардың түстерін бәрі осылай айналып келе береді. Мына жердегі артындағы 2 сан сіздерге түсінікті болса керек. 5 дегеніміз қызыл, 6 дегеніміз фиолетовый. Міне өз жазылып тұр. Фиолетовый красный дейді. Мына жерде бірінші фиолетовый тұрса, фиолетовый көптеу болады да, красный аздау болады. Міне осылай. Міне мысалы мына светтерге тонировка жасағанда боясаңыздар өте күшті. 861, 1061 деген. Ал если жаңағы бежевый қызғыш түсті дейтін болса, мысалы 1065, 965, 865 мына түстерде өте әдемі
түс болып шығады. Тонировка жасағанда осыларды қолдануға болады. Және мына краскаларда 976, 876, 1076 деген краскаларда жаңағы пепельный, фиолетовый корректорлар бар краскалар. Бұларда жаңа коричневый, фиолетовый деп тұр. Оның өзі мысалы натуральный не болып шығады, блонд болып шығады, светлый блонд, коричневый, фиолетовый дейді. Яғни бұл блондта жаңағы коричневый, фиолетовый қоспасы бар. Әдемі түстер бұлар. 976, 876, 1076 деген. Жақсы краскалар. Ал енді келесі мыналар сол краскаларды осветляющий краска дейді. Бұлар мысалы мына пепельный краскалардың кейбіреулер онша ашық болмай қалса, мына краскалардан қосуға болады. Бұлардан көп қоспаймыз, 10 грамм, 20 граммнан қосса, мына краскалардың ашылуына көмектеседі. Если мысалы 1061 бояйтын болсаңыз, мына жерде 116 алсаңыз болады. Мынадан қоссаңыз 10 грамм, 20 грамм. Мына цветіңіз одан сайын ашылып әдемі алады. Міне осы цветтерді шығару үшін, мына цветті шығара алмайтын мау деген ойда болсаңыз, мысалы бұған мына 134-тен 10 грамм қосып жіберсеңіз болады. Не осылай. Ал мыналар красный тондар, қызыл краскалар. Бұны көп клиенттер қалай бермейді, анда-санда бір келет бұндай красканы қалайтындар. Бұларда мен онша көп қолданбаймын, кейде корректор ретінде қолданып жіберемін. Ал мынау пастельный цветтер. Мысалы, скрытое окрашивание дейміз. Мысалы, шаштың астыңғы жақтарын алып осветление жасап, мына түстерге бояуға болады. Бұл жерде мына фиолетовый, мынау малиновый цвет бар, лиловый цветтер. Мынау екі түрлі цветтер, мысалы. Осыларды клиентке көрсетіп, мынаны бояйым десе, осыны алып, бұған 3% оксидант қосып бояйсыздар. Сонда әдемі шығады. Енді ал мына жерде бұл барлық краскаларда, компанияда, барлық краскаларда, фирмаларда осындай не болады. Мыналардың барлығы корректорлар. Корректор дегеніміз осы красканы заказ беріп бір-біреуден алып қою керек біз. Егер де кейбір шаштарды бояған кезде мынадай қызғыш болып қалса, мысалы осветление жасағанда сіздің краскаңыз, осветлениеңіз ашылмай қалса, мынандай сары болып қалса, мынандай қызғыш болып қалса, сіз мына қызғышты кетіру үшін мына 011 деген синий корректорды қосамыз. Артында жазылып тұр синий корректор деп. Міне, осы синий корректордан 1 грамм қосып жіберсек, мына сары қызғышымыз не қылады? Ол мынадай пепельный цветтерге айналады. Мынаны фиолетовый корректормен кетіруге болады, мысалы. Міне фиолетовый корректор. Мынаның астында фиолетовый деп жазылып тұр. Осы фиолетовый корректор мына сарыны кетіре алады. Мынадан 1 грамм қоссаңыз, сіздің мына сары цветіңіз жоқ болып кетеді бояйтын кезде. Егер де мынандай қызғыш болып, қызғыш цветті кетіріп, қоңыр цветке бояйын деп жатсаңыз, мына қызғышты кетіру үшін мынау зеленый корректор